Сәлем оқырман, контекст марафонының кезекті, яғни 19-шы бөліміне қош келдің. Егер бұл видео саған пайдалы болса, және видео ұнайтын болса, онда бұл видеоны достарыңмен бөлісіп қоюды ұмытпайық, және менің осы және басқа да әлеуметтік желілеріме тіркеліп ал. Бұл жерде ұбт-ға деген өте көп пайдалы ақпараттар айтып отырамын, және де менімен бірге өз біліміңді шыңға жетелей аласың. Жақсы, бүгінгі тақырыпты көрейік, жалпы экранға назарды саламыз. Let's go, бастаймыз. Сонымен, бізге оқушылардың ұпайлары деп аталатын тақырыпты берген екен. Кестеде сынып оқушыларының тексеру жұмысы бойынша нәтижелері көрсетілген. 4 ұпайды еленген оқушы 1, 6 ұпайды еленген оқушылар саны 4, 7 ұпайды еленген оқушылар саны 3, 9 ұпайды еленген оқушылар саны белгісіз, 10 ұпайды еленген оқушылар саны 5. Бірінші сұрақ. Оқушылардың алған ұпайларының орташа мәні 8,1-ге тең болса, аның мәні нешеге тең деп отыр. Яғни бұл арифметикалық орта. Арифметикалық ортаны табу үшін біз бұл жердегі барлық ұпайлардың санын қосып шығамыз. Яғни 4 ұпайды 1 оқушы еленді, 6 ұпайды 4 оқушы, 7 ұпайды 3 оқушы, 9 ұпайды А оқушы, 10 ұпайды 5 оқушы еленді. Соны жалпы оқушылардың санына бөлеміз. Жалпы оқушылардың саны 1 плюс 4 плюс 3 плюс А плюс 5. Бұл арифметикалық ортаны береді, ол 8,1 деген сан. Алымында 4 қосылған 24 болады, 24 қосылған 21 қосылған 9А қосылған 50 болады. Ал бөлімінде қисық болып тұр ғой. Бөлімінде бізде А қосу қанша? 1-ге 4 қоссақ 5, 5-ге 5 қоссақ 10, 13 болады. Бұл 8,1 дейтін сан. Алымдарын қоссақ бізде 21-ге 4 қосамыз 25, 25-ге 24-ті қосамыз 49, оған 50-ді қосамыз қанша? 40, 99 болады, 99. Ал бөліміндегі санды арғы бетке көбейтумен апарайық. Сонда А плюс 13-ке көбейтеміз. Демек, 9А қосылған 99 тең 8,1А қосылған қанша? Есептеп алайық. 8,1-ді көбейтеміз 13-ке. 105,13 болады. 9Адан 8,1Аны азайтайық. 105,13-тен 99-ды азайтайық. Сонда 0,9А, ал оң жағында қанша болады? 6,13 болады. Екі жақты 10-ға көбейтіп алайық. Сонда 9А дегеніміз 63, демек А дегеніміз 7. Болды, жауабы 7 болады. Тексеру жұмысын жазған оқушылардың санын табыңыз дейді. Бұл оқушылар саны ғой. Оқушылар саны бізде 1 плюс 4 плюс 3 плюс 9 плюс 5, сонда 1-ге 4 қоссақ 5 болады, 5-ге 5 қоссақ 10 болады, 3-ге 9 қоссақ 12, жалпы 22 оқушы болып отыр. Все. Ұпайлардың медианасын табу керек. Медианасын табу үшін біз бұл ұпайларды өсу ретімен жазамыз. 4, 6, 7, 9, 10. Медианасы дегеніміз ең ортасындағы сан бізде ол 7. Демек, медиана 7 болады. 6 ұпай алған оқушылардың пайызын табыңыз дейді. 6 ұпайын алған оқушылар саны 4, жалпы оқушылар саны 22, осыны пайызға айналдыру үшін 100 пайызға көбейтеміз. Сонда, алымында бөлімінде 2-ке қысқартуға болады ғой. 2 бөлі 11 көбейту 100 болады, 200 санын 11-ге бөлсе қанша болады? 18 дейді, 18 пайыз ғой. 18 пайыз. Все, жауабы осы сан. 18 пайыз. 9 бен 10 ұпай алған оқушылардың пайызын табыңыз. 9 ұпайды алған оқушылар саны 9, 10 ұпайды алған оқушылар саны 5. Жалпы 22 оқушы. Жалпы 22 оқушы бола ма? Точно, әйтпесе бір түрлі проценттер шығып жатыр менде. А 7-ге тең ғой. А 7-ге тең. Онда мынау 7 болады, кешіріңдер. Мынау онда 10 болады. Мынау онда 20 болады. Әйтпесе пайыздар бір түрлі сандар болып отыр, бір түрлі сандар болып отыр. Мынау 20 ғой. Жалпы оқушылар саны 20 болса, мынау дегеніміз 4 көбейту 5 болады, ол 20 пайыз болады. Все, 20 пайыз.
Мына жерде біз 20-ға бөлеміз. Сонда 14 көбейту 5, яғни 70% болады, иә? 70%. Сонымен жігіттер қыздар, біз контекст тақырыбымыздың кезекті бөлімін аяқтадық. Егер видео ұнаса лайк басып, каналға тіркел. Келесі бөлімде кездескенше сау бол.